Бүгін халықтың және дәрігерлердің уақыты 50%-ке үнемделеді. Жалпы цифрландыру есебінен дәрілік заттарды үлестіру 23 миллиард теңгеге жуық өнім берді. Ол тек қана 2019 жылда. Осы жылы аудандық деңгейге дейін емханаларды компьютермен 100% қамту жоспарда. Ал медициналық мекемелерді ақпараттық жүйелерге қосу 93% жетеді. Қаржы саласын цифрландыруда жақсы жетістіктер бар. Банктік жүйелерді ЕГОВ порталымен интеграциялау есебінен салықтық төлемдер 1,8 есеге артты. Бизнестің 73% онлайн кассалық машиналармен қамтылған. Ал барлық кедендік декларациялардың 81% бір минутта беріледі.